Көш керуен алға жылжыған сайын, айбаты асқақтап, беделі биіктей беретін тұлғалар болады. Олар кесіп айтып, кесек сөйлейді. Әсілі тектіден туса, тегіне тартпай қоймайтыны рас. Ұлы Оспан қайтыс болғанда, әкесі Пірман, «Е Алла, 4 ұлдан тараған ұрпақ, бір қауым ел болса» деп тілеген екен. Бүгінде Кеншімбай, Асқар, Әкпар, Айдардан тамыр тартқандар мәуелі бәйтерекке айналып үлгерді. Әкпар Спанұлы 1915 жылы бүгінгі Бірғазан елді мекеннің маңында Қызыл егінші дейтін топырақта туған. Қаршадайынан еңбектің қазанында қайнап ер жетті. Бота тірсек кезінен бейнеттің бел ортасында, ал ел басына күн туып, ер етігімен су кешкен шақта алдыңғы шептен табылды. Соғыс оты шарпыған тұста отан алдындағы борышын өтеуге бел байлады. Бораған оқтың ортасында жаумен талай алысып, жеңісті жақындатты. Елге келген соң үлкен істердің ұйытқысы болды. Еңбек жолын есепшіден бастап, кейін халықтың қалаулысына айналды. Депутат ретінде елдік іске екпін беріп, талай түйіткіл істердің түйінін тарқатты. Ер кісі қашанда түздің адамы, шаңыраққа келген ырыстан тымаққа айналдыру аяулы аналардың шаруасы. Анамыз Алмагүл сол шаруадан ши шығарған кезі жоқ. Ол сыр өңіріне белгілі Мұрап Мәтен Ақсақалдың қызы. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген. Анамызды өмірге баулыған атай, ашай әжелеріміз еді. Қазақта еңбек еткеннің есесі кетпейді деген қанатты сөз бар. Қай жұмыста болмасын елмен, еңбекпен етене болған жанның бағы мен тағы үнемі үстем тұрады. Алмагүл анамыз ерлермен теңдей тер төгіп, канал қазды. Бүгін аймаққа белгілі берекелі Бесарық атанған ауылдың халық сол каналмен тіршілігін түлетіп отыр. Еткен еңбек еш кетпейді. Анамыз ерен еңбек үшін медалін кеудесіне тақты. Әкеміз Әкпар мен анамыз Алмагүлді тағдыр тоғыстырды. Олар 1947 жылы отау құрып, шаңырақ көтерді. Өмір мектебі ерте есеткен жандардың артқа тастаған сүрлеу соқпағы аз емес. Қасық су қараспайтын кезеңде де сүрінгенге сүйеу, жығылғанға түреу болды. Әсіресе тағдырдан тауқымет тартқан жас буынның қамқоршысы атанды. Мұса, Камал, Миша, Уфодан келген Васялар әкемізден сая, анамыздан жылу тапты. Олардың барлығы бүгінде бір-бір шаңыраққа айналды. Жоқшылық шақта жарты нанын бөліп берген жандардың жомарттығы ел ішінде аңыз болып айтылып жүр. Асылы, бақытты байлық пен мансаптан емес, адамдық пен адалдықтан іздеген жандар осындай болса керек. Анамыз достық дейтін дара ұғымға адал болды. Нәзен, Жәмила мен анамыз Алмагүлдің бір-біріне деген адалдығына ел қызғана да қызыға қарайтын. Бүгінде аяулы жандардан тараған балалар бауыр болып араласып жүр. Бұл отбасыда ата алдында аласа, ар алдында биік ұрпақ өсті. Себебі мұнда тәулік бойына тәрбие көзі тамырмен сырғып отырды. Тағылымның алтын тіні әкеміз Әкпар, анамыз Алмагүл. Қазір 7 баладан тараған ұрпақ алашқа белгілі әулетке айналды. Олардың қай-қайсысы да қабырғалы қайраткер. Егемен елдің өсіп өркендеуіне қажыр қайратын жұмсап, еселі еңбек етіп жатыр. Сыр елінің алтын сандығы ауыл шаруашылығы саласы. Сыр күріші ел ырыс екені әмбек аян. Аймақта күріш сауыты алға шашылғанда тіршілік тіні түгел өзгерді. Өндіріс ошағы іске қосылған бетте анамыз алғашқылардың бірі боп жұмыс жасады. Осылайша өңірдегі өзгерістің басы қасынан табылды. Үй мен түздің жұмысын үйлестірді. Байыпты, салмақты мінезмен келіндеріне кестелі өрнек тоқуды үйретіп, келісті ой айтудан кенде қалған кезі жоқ. Анамыз берекесі ұйысқан әулетке келін боп келіп, кемеңгер, кейуанаға айналды.
мынау келген қайындарыма, енді қайнағамын ішінде жоқ, бәрін қайнымсыңдар. Олай 1000 мәрте, 1100 мәрте рахмет. Ал енді менде жаман кемпір қайда жоқ. Мынау балаларым 70-ге толдың деп, балаларым рахмет, қыздарыма рахмет. Сосын мынау апа, өз жекжатымды бірыңғай отырғызайын. Өз бірыңғай отырсын, құда жекжат өзінше бірыңғай отырсын, көрші бірыңғай отырсын деп жаңа қарындастарың айтып бастық қой енді. Сөйтіп мына інілерін не айтып, сосын інілеріне жаңағыдай деген екен, апам 70-ге толсын. Өзде ауыра береді деп, балалар сөйтіп істеп жатыр, онамызға бейіл қоя тұрыңдар істемейді. Рахмет, халқым жұртыма рахмет. Келгендегі кішкентай қайындар еді. Мінекей өзімен бірдей жасасып тұрады. Мен әлі қартайғаным жоқ. Қазақ аттан құласа да салттан құламаған халық. Әсілі көңілден су ішетінін ескерсек, әулеттің тағы бір тамыршысы Ажар анамыз. Елең алаң кезеңде екі тізгін бір шылбырды қолға алып, маңызды міндетті мойнына алған жан еді. Астық қоймасында есепші болып еңбек етті. Кейін аудандық ауруханада жауапты жұмыстардың басы-қасынан табылды. Ол мен қызды тәрбиелеп, әулеттің өрісін кеңейтіп кетті. Қолын қазанат болмай ма, бала азамат болмай ма, шыбық терек болмай ма, терек керек болмай ма деген тәмсіл бар. 7 баласынан өрбеген 28 немере, 26 шөбере, 8 шөпшек өрбеген бүгінде берекелі отбасының иелері. Балалары мен келіндері зейнет жасына шықса да, білікті сұранысқа ие маман ретінде бүгінгі күніде жұмыс жасауда. Олай болуы заңдылық. Жарасымын тапқан жанұяда жетілген жандар елдің игілігін тірек еккені сөзсіз. Тау алыстаған сайын биіктей беретін секілді, әкеміз Акпар мен анамыз Алмагүлге деген сағыныш жыл жылжыған сайын еселене түседі. Бірақ атасын ардақтап, анасын аялаған ұлағатты ұрпақ барда, олардың есімі ел ішінде жаңғыра бермек. Жады деген кең әлемде орнын тауып, талай дүние жайғасып жатыр. Өмірден небір жақсылар мен жайсаңдар өтті десеңші. Тұрлаусыз тірлік тұлпары жақсы адамдарды жанымыздан алып кетті. Өмір өтпелі, жол жетпелі. Арамыздан алыстаған жандардың иманы жолдас, рухы шат болғай.